Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып қоғамдық орындарда жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтар, оның ішінде бұзақылық фактілері. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Сұлтанов Саяхат Мұратұлы, Астана қаласы прокуратурасының сотқа дейінгі тергеп тексерудің заңдылығын қадағалау және қылмыстық қудалау басқармасының прокуроры. Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем пресс-конференцию службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга – уголовное правонарушение, совершаемое в общественных местах, в том числе хулиганство. Уважаемые зрители, вы можете задать интересующие вопросы в социальной сети. Құрметті көрермен, біз баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің спикерге тікелей эфирде сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Ендеше Саяхат Мұратұлы, сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Берілген сөз үшін рахмет. Қайырлы күн, құрметті азаматтар. Мемлекет басшысы өз жолдауларында заңдылықты сақтау, азаматтардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін арттыру мәселелеріне ерекше назар аударады. Президент заң және тәртіп қағидаты қазақстандық қоғамның өзіндік идеологиялық және саяси нұсқаулығына айналуға тиіс екендігін атап өтті. Осыған байланысты бүгін қоғамдық орындарда жасалатын қылмыстың, оның ішінде бұзақылықтың жай-күйіне тоқталғым келеді. Қылмыстық заңнамаға сәйкес бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті құрметтемеу, анық көрінетін азаматтарға күш қолданумен не оны қолдану тәртібін қолдану қатерін төндірумен, сол сияқты бөтеннің мүлкін жоюмен немесе бүлдірумен не барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездікпен бұзу болып табылады. Ағымдағы жылдың өткен кезеңінде бұзақылықтың 38 фактісі тіркелді. Яғни бұл көрсеткіштің 12%-ға төмендеген өткен жылмен салыстырғанда көрсетеді. Көрсетілген санынан 24 іс тергеп тексерумен аяқталды. 9 адамға қатысты үкім шығарылып, оның ішінде 3 адам 5 жылдан 6 жылға дейінгі бас бостандығынан айыруға сотталған. Қалған істер қазіргі таңда өндірісте. Жасау себептері: бұзақылықтың басым көпшілігі қоғамдық орындарда мас күйінде жүрген адамдар бұзақылық ниетпен жасайтыны және ол қоғамдық сипатта жасалынатыны анықталды. Биыл осындай фактілердің жалпы саны 21 сотқа дейінгі тергеп тексеруді құрады. Мысалы, Алматы ауданының полиция басқармасымен бұзақылық фактісі бойынша қылмыстық іс тергелді. Ойын-сауық орнында алкогольдік сусын ішу барысында екі топ арасында жанжал туындаған. Жанжал барысында күдікті пневматикалық тапаншаны, яғни қаруды қолдану арқылы аспанға 2 рет оқ атқан. Нәтижесінде сол арқылы азаматтарға зорлық, зомбылық қолдану қауіпімен қатар жүретін қоғамға айқын құрметсіздік білдіріп, қоғамдық тәртіпті аса қатыгездікпен бұзған. Аталған іс ағымдағы жылдың 5 қарашасында мәні бойынша қарау үшін сотқа жолданды. Тағы бір жағдайда ағымдағы жылдың мамыр айында түнгі клубтың жанында бұзақылық орын алған. Онда клубтың 5 адамнан тұратын күзетшілері жалдамалы алдын ала сөз байласу арқылы келушілер тобымен қақтығыс нәтижесінде жәбірленушілерді ұрып соғып, қоғамдық тәртіпті аса қатыгездікпен бұзған. Аталмыш іс бойынша іс материалдары сотқа жолданып, ағымдағы жылдың 29 қазанында күдіктілерге қатысты 2 жылға дейінгі бас бостандығынан шектеу және айыру түріндегі әртүрлі жазаларға сотталды. Тергеу нәтижесімен жалпы айтқанда барлық кінәлі тұлғалар жауапқа тартылды. Сотқа дейінгі тергеп тексерулердің 42% бойынша қылмыстық әрекеттерді адамдар тобы жасағаны анықталды. Қылмыскердің жеке басының белгілерін талдаумен бұл қылмысты көбінесе 14 пен 47 жас аралығындағы жұмыссыз және бұрын сотталған ер адамдар жасайтыны анықталды. Бұзақылық әрекеттерді жалпы айтқанда объективтік белгілері бойынша 4 топқа бөлуге болады. Бұзақылықтың бірінші тобына азаматтарға физикалық зорлық-зомбылықты қолданумен қатар жүретін соққылар, ұрып-соғу және тағы басқа сияқты қоғамдық тәртіпті бұзуды жатқызуға болады. Бұзақылық әрекеттердің екінші тобына азаматтарға физикалық зорлық-зомбылық көрсету қауіпімен бірге жүретін қоғамдық тәртіпті аса қатыгездікпен бұзу жатады. Мысалы, кінәлі біреуге физикалық зорлық-зомбылық көрсету, мүлікті жою және тағы басқа қауіпін төндіру. Бұзақылық әрекеттердің үшінші тобына басқалардың мүлкін жоюмен немесе бүлдірумен қатар жүретін қоғамдық тәртіпті аса қатыгездікпен бұзу жатады. Мысалы, көшеде ойран салу, мүліктерді жою аталмыш топқа кіреді.
Бұзақылық әрекеттердің төртінші тобына көрінеу, құрметтемеумен ерекшеленетін, әдепсіз әрекеттер жасаумен қатар жүретін қоғамдық тәртіпті айқын бұзу жатады. Жазалау шарасына келетін болсақ, қала прокуратурасы ескерту мақсатында бұзақылық жасағаны үшін қылмыстық кодекстің 293 бабының бірінші бөлігімен 2000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынатыны, не сол мөлшердегі түзеу жұмыстармен не 300-ден 600 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстармен тартуға, не 2 жылға бас бостандығынан шектеуге, не 2 жылға дейінгі бас бостандығынан айыруға жауаптылық көзделген қылмыс. Адамдар осы баптың екінші бөлігіне сәйкес адамдар тобының сөз байласуы арқылы жасаған бұзақылық үшін 7000 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне дейін айыппұл салынады, не сол мөлшердегі түзеу жұмыстарымен не 1200 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартумен, немесе 3 жылдан 6 жылға дейінгі бас бостандығынан шектеу, немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жауаптылық көзделген. Егер осы баптың бірінші немесе екінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттерді бұзақылық атыс қаруын, газ қаруын, пышақтарды, кастеттерді және өзге де суық қаруды не денсаулыққа зиян келтіру үшін арнайы бейімделген қаруды пайдаланып, не сол сияқты әрекеттерді қылмыстық топ жасаған жағдайда 5 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген. Қылмыстың алдын алуға қатысты. Ең алдымен үйлестіру шараларының нәтижесінде Астана қаласының полиция департаментінің жедел басқару орталығына ең көп хабар түскен ойын-сауық орталықтарының айналасына қазіргі таңда қоғамдық қауіпсіздікті қадағалау күшейтілді. Сонымен қатар жедел бақылау орталығына қосылған 15039 бейнекамера орнатылды, 1740 объектіге. Оның ішінде 10.000 камера Астана қаласының ахуалдық орталығына қосылған тікелей. Криминогендік учаскелерде қосымша 2000 бейнекамера орнату жоспарлануда. Аталмыш бейнекамералардың орнату орны қала прокуратурасының және қылмыстық қудалау органдарының ұсынысымен жасақталды. Сонымен қатар прокуратураның бастамасы бойынша адамдар көп жиналатын орындарда адамдардың бетін танитын, яғни 972 бейнекамера орнатылды. Одан бөлек жыл басынан бері Астана қаласының қылмыстық қудалау органдарының ұсынысы бойынша 13 күзет агенттігі әкімшілік жауаптылыққа тартылды. Оның ішінде бір күзет агенттігінің лицензиясы жойылды. Жалпы алғанда қылмыстық қудалау органдары аталмыш қылмыстық істердің, яғни бұзақылық фактісі бойынша тіркелген қылмыстық істерді сапалы және тез ашуға, тергеуге бағытталған. Қорытынды сөз ретінде осыған байланысты аталған мән-жайды ескере отырып, қылмыстың осы түрінің тұрақты белсенділігін ескере отырып, заң және тәртіп қағидатын орындау аясында елорда прокуратурасы барлығын заңнама нормаларын қатаң сақтауға және бұзақылық фактілеріне тап болсаңыз, дереу құқық қорғау органдарына хабарлауға шақырады. Аталмыш өз кезегінде аталмыш мәселе қала прокуратурасының жіті бақылауында. Добрый день, уважаемые граждане. Глава государства в своих обращениях уделяет особое внимание вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан. Президент подчеркивает, что принцип закона и порядка должен стать своеобразным идеологическим и политическим путеводителем казахстанского общества. В связи с чем сегодня хочу остановиться на состоянии преступности, совершаемой в общественных местах, в том числе на хулиганство. Согласно уголовному законодательству, хулиганством является особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозу его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. За истекший период текущего года на территории города-столицы зарегистрировано 38 фактов хулиганства, что указывает на снижение 12%. Из указанного количества производством окончено 24 уголовных дел. По результатам 9 лиц привлечены к различным мерам наказания, из них 3 лиц осуждены к лишению свободы от 5 до 6 лет. Остальные дела находятся в производстве. Мотивы совершения хулиганств являются следующими.
Подавляющее количество хулиганств совершается в общественных местах из хулиганских побуждений лицами, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и носят публичный характер. Общее количество таких совершенных фактов составляет 21 ЕРДР. К примеру, управлением полиции района Алматы расследовалось уголовное дело по факту хулиганства, где в ходе распития алкогольных напитков в увеселительном заведении между двумя компаниями произошел конфликт. В ходе конфликта подозреваемый с применением пневматического пистолета произвел 2 выстрелов в воздух, тем самым совершил особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся с угрозой применения насилия к гражданам. В другом случае, в мае текущего года, где возле ночного клуба произошло хулиганство, где вольно-наемные охранники указанного заведения в ходе конфликта с посетителями, с группой посетителей совершили особо дерзкое нарушение общественного порядка, избив потерпевших лиц. По результатам расследования виновные лица на сегодняшний день по всем указанным фактам привлечены к уголовной ответственности. Установлено, что по 42% досудебного расследования преступные действия, совершенные группой лиц, анализ признаков личности преступников показал, что чаще всего данное преступление совершают мужчины в возрасте от 14 до 47 лет, безработные и ранее судимые. Хулиганские действия по объективным признакам можно разделить на 4 группы. В первой группе действий можно отнести особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением физического насилия к гражданам, такие как нанесение ударов, побоев и так далее. Ко второй группе хулиганских действий можно отнести особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся угрозой применения физического насилия к гражданам. Например, виновный угрожает применить кому-либо физическое насилие, уничтожить имущество и так далее. В третьей группе хулиганских действий относятся особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся уничтожением или повреждением чужого имущества. Например, устраивать погром на улице. К четвертой группе хулиганских действий относятся особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. Мера наказания за хулиганство. В целях предупреждения прокуратура города разъясняет, что за хулиганство предусмотрено статьей 293 Уголовного кодекса, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 2000 МРП, либо исправительная работа в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничение на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. За совершение хулиганства, совершенной группой лиц по предварительному сговору, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 7 тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение сроком от 3 до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если хулиганство, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, совершается с применением огнестрельного, газового, пневматического, ножей, кастетов и иного холодного оружия, либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, то за такое действие, а также совершенная преступной группой, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. Лишение до 7 лет. Касательно профилактики хулиганства. В первую очередь мерами координации усилено патрулирование возле увеселительных заведений с наибольшим количеством вызовов в ЦОЛ. На сегодняшний день установлено 15 039 видеокамер на 1700 объектов, подключенных к ЦОЛ Департамента полиции города Астаны. Из них 10 000 камер подключены к ситуационному центру прокуратуры города. Дополнительно устанавливается 2000 видеокамер на наиболее криминогенных участках. Список криминогенных участков составлен по предложению прокуратуры города и органов уголовного преследования. Вместе с тем, по инициативе прокуратуры на местах массового скопления людей установлено 972 видеокамер
для распознавания лиц. Более того, с начала года по представлениям органов следствия Департамента полиции к административной ответственности привлечено 13 охранных агентств, в том числе в дальнейшем лицензия одного охранного агентства аннулирована. В свою очередь, органы следствия, ориентированные на качественное расследование и раскрытие уголовных дел, а также на профилактику преступлений. В заключение хочу сказать, что в связи с постоянной активностью данного вида преступлений прокуратура города призывает граждан соблюдать требования законодательства действующего, а также в рамках исполнения норматива закона и порядка призывает всех в случае, если вы столкнулись с хулиганством, незамедлительно обращаться в органы правопорядка. В свою очередь, данный вопрос, работа в данном направлении находится на контроле прокуратуры города. Назарларыңызға рахмет. Тұшымды ақпарат бергеніңізге рахмет. Благодарим за содержательный доклад. Құрметті көрермендер, біз келесі кезекте сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Уважаемые зрители, мы переходим к сессии вопроса и ответа. Алғашқы сұрақ: қаланың қай аудандарында бұзақылық фактілері көп орын алады? Статистикаға сәйкес, қазіргі таңда ағымдағы жылдың көрсеткіштеріне сәйкес Есіл және Алматы аудандарының көрсеткіштері қазіргі уақытта ең көп яғни бұзақылық орын алады. Сол аудандарда және де Байқоңыр, Нұра, Сарыарқа, Сарайшық аудандарында аталмыш қылмыстың төмендеуі байқалады. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ: қоғамды құрметтемеу деген нені білдіреді және ол қалай білінеді? Қоғамды құрметтемеу дегеніміз жоғарғы соттың нормативтік қаулысына сәйкес, яғни қоғамды құрметтемеу, яғни орысша айтқанда под исключительным цинизмом следует понимать такие действия, которые сопровождались демонстративным пренебрежением общепринятых норм общества. Яғни қоғамда жалпы қабылданған нормаларды анық құрметтемеу, яғни аса қатыгездікпен бұзу болып табылады. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ: бұзақылық жасаған адам қандай жағдайларда қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды? Бұзақылық жасаған адам, жалпы қылмыс жасаған адам қылмыстық кодекстің 16 бабына сәйкес, егер де аталмыш тұлға қылмыстық сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында сот сараптамасының нәтижесіне сәйкес, егер де ол аталмыш қылмыстық іс-әрекетті, қылмыстық құқық бұзушылық жасау барысында есі дұрыс емес, ақыл есі кем, немесе қандай да бір психикалық ауытқулары бар болған деп анықталған жағдайда аталмыш тұлға жалпы және бұзақылық жасаған үшін де, басқа қылмыс жасаған үшін де қылмыстық жауаптылыққа тартуға жатпайды. Егер де аталмыш мән-жай анықталған жағдайда сот оған қатысты қылмыстық процестік кодекстің 518 бабына және қылмыстық кодекстің нормаларына сәйкес медициналық түрде емдеу шараларын қолдануға жатады. Жауаптарыңызға рахмет. Құрметті Саяхат Мұратұлы, уақыт бөліп Астана коммуникациялар қызметінің алаңына келгеніңіз үшін алғыс білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.